Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Бүгінгі әңгімеміз әр әйелге қатысты. Жас әйелге де, орта жастағыға да, жасы үлкен әпкеге де. Бұл өте маңызды әрі жасырын тақырып. Бүгін сіздерге әйел гормондарының бұзылуының 10 негізгі белгісін айтамын. Көп әпке апа осы белгілерді сезеді, бірақ елемейді. Жасыма байланысты, жұмыс көп, уайым көп, бұл мүмкін табиғи деп ойлайды. Ал шынында денеңіз сізге сигнал беріп тұр. Менде гормондар бұзылған, көмек керек дейді. Гормондар олар әйел денесінің құпия дирижерлары. Олар бәрін басқарады. Көңіл-күйді, ұйқыны, салмақты, итеккір циклын, теріні, шашты, либидоны, бала көтеру қабілетін. Гормондар бұзылса, бәрі бұзылады. Дене дисгармонияға түседі. Әйел өзін басқа адам сезінеді. Көп әпке апа, бұрын мен басқа адам едім. Жайдары, белсенді, көңілді. Қазір әл-дәрмен жоқ, көңіл-күй жоқ, өзім-өзіме жат болдым дейді. Көбіне гормондар себепкер. Бірақ жақсы жаңалық бар. Гормон бұзылуы емделетін мәселе. Тек оны анық тектау керек, себебін табу керек, дұрыс шешімге келу керек. Дәрі-дәрмекпен, табиғи құралдармен, өмір салтын өзгертумен бәрі қалпына келеді. Сондықтан бүгінгі видеоны бастан аяқ көріңіздер. Әр белгіні жан-жақты түсіндіремін. Не үшін болатынын, істеу керектігін айтамын. Соңында гормонды табиғи түрде қалпына келтіретін кеңестер береміз. Алдымен қандай гормондар бар екенін айта кетейін. Қысқаша. Эстроген ең негізгі әйел гормоны. Әйелдік қасиеттерді қалыптастырады, итеккірді басқарады. Сүйектерге, теріге, шашқа, көңіл-күйге, жүрекке әсер етеді. Прогестерон жүктілік гормоны. Итеккір циклдың екінші жартысында белсенді. Жатырды бала ұстауға дайындайды. Тыныштандыратын әсері бар. Тестостерон, әйелдерде де бар, аз мөлшерде. Энергия, либидо, бұлшықет, көңіл-күй үшін керек. ФЦГ мен ЛГ аналық бездерді басқаратын гормондар, мида жасалады. Пролактин, сүт өндіретін гормон, бірақ ол басқа да процестерге әсер етеді. Қалқанша без гормондары ТТГ, Т3, Т4 зат алмасуды басқарады. Кортизол, стресс гормоны, бүйрек үсті безде өндіріледі. Инсулин, қандағы қантты реттейтін гормон. Барлығы бір-бірімен байланысты. Бірі бұзылса, басқалары да бұзылады. Сондықтан гормон жүйесі өте күрделі. Енді 10 негізгі белгіге көшейік. Бірінші белгі – итеккір циклдың бұзылуы. Бұл гормон бұзылуының ең айқын белгісі. Гормондар тікелей итеккірді басқарады. Гормондар бұзылса, цикл бұзылады. Қандай бұзылулар кездеседі? Біріншіден, тұрақсыз цикл. Бұрын 28 күнде келетін, енді кейде 25-те, кейде 35-те, кейде 40 күнде. Тұрақсыздық гормон жөнделмеу белгісі. Екіншіден, итеккірдің тоқтап қалуы. Жүкті болмай итеккір тоқтаса, белгі. 3 ай тоқтаса, міндетті түрде гинекологқа. Үшіншіден, тым көп қан кетуі. Бұрын аз ғана болатын, енді өте көп. Тампондарды жиі ауыстыруға тура келеді. Анемия, даму қаупі бар. Төртіншіден, тым аз қан кетуі. Итеккір 2-3 күнде бітеді. Аз қан. Бұл да гормон белгісі. Бесіншіден, итеккір арасындағы қанау. Цикл ортасында итеккірге дейін немесе кейін аз қан көрсе, гормон тұрақсыздығы. Алтыншыдан, ауырмалы итеккір. Бұрын аз ғана ауыратын, енді қатты ауру. Прогестерон жетіспеу белгісі болуы мүмкін. Жетіншіден, итеккір алдындағы синдром күшеюі. Итеккірге бір апта қалғанда көңіл-күй бұзылады, кеуде ауырады, ісіну, бас ауруы. Бұл белгілер күшейіп бара жатса, гормондар бұзылған. Жасы үлкейген сайын, 45 жастан кейін, цикл табиғи түрде өзгере бастайды. Пременопауза кезеңі. Бұл қалыпты, бірақ кенеттен күрт өзгеру болса, тексерілу керек. Жас қыздарға маңызды. Егер цикл 6 айдан астам тұрақсыз болса, гинекологқа. Поликистоз, қалқанша без ауруы, басқа гормон проблемалары болуы мүмкін. Екінші белгі – салмақ өзгерістері. Гормондар салмаққа қатты әсер етеді. Көп әйел, мен солай тамақтанамын, бірақ салмағым көбейіп жатыр дейді. Себеп гормондарда болуы мүмкін. Қандай гормондар салмаққа әсер етеді? Эстроген. Азайса, май іш аумағында жинала бастайды. Сондықтан менопаузадан кейінгі әпке апалардың іші шыға бастайды. Қалқанша без гормондары азайса, гипотиреоз. Зат алмасу баяулайды, салмақ көбейеді. Тіпті аз тамақ жесеңізде. Инсулин көп болса, инсулинге қарсылық, салмақ көбейеді, әсіресе іш аумағында.
Кортизол стрессте көп болса, салмақ көбейеді, әсіресе іш майы. Тестостерон әйелдерде көп болса, поликистозда салмақ көбейеді. Қандай өзгерістерге назар аудару керек? Біріншіден, кенеттен салмақ көбеюі. 1-2 айда 5-10 килограмм. Дұрыс тамақтанып отырсаңыз да. Қалқанша без немесе басқа гормон мәселесі. Екіншіден, салмақты түсіре алмау. Қанша диета ұстасаңыз да, спортпен айналыссаңыз да, салмақ түспейді. Гормон проблемасы. Үшіншіден, іш алмағында салмақ жиналу. Қол-аяқ арық, іш үлкен, эстроген азаюы, кортизол көп. Төртіншіден, кенеттен арықтау, себепсіз. Гипертиреоз, қалқанша без тым белсенді, кейде басқа аурулар. Көп әпке апа, жасыма байланысты, әсіресе менопаузадан кейін салмақ көбейеді дейді. Шындығында гормондар осыған себепкер, бірақ табиғи түрде гормонды қалпына келтіруге болады. Тамақтану, қозғалыс, ұйқы, стрессті басу бәрі көмектеседі. Үшінші белгі – көңіл-күй өзгерістері. Гормондар миға, нервтерге тікелей әсер етеді. Көп әйел көңіл-күй өзгерістерін уайымдайды, себебі гормондар. Қандай көңіл-күй мәселелері кездеседі? Біріншіден, көтерілген жүйке тозу. Бұрын тыныш болатын, қазір кішкене нәрсеге де ашуланасыз. Балаларға, жұбайыңызға айқайлайсыз, сосын өкінесіз. Екіншіден, жылауға бейім болу. Себепсіз көзден жас. Кино көріп жылайсыз, жарнамаға да жылайсыз, ал басқа кезде тас сияқты. Үшіншіден, депрессия. Көңіл-күй ұзақ уақыт төмен. Бұрынғы қызыққан нәрселерге қызығушылық жоғалған. Болашақ жоқ сияқты. Төртіншіден, мазасыздық. Ұйқыда уайымдайсыз, басқа жоқ нәрсе туралы ойлайсыз. Жүрегіңіз жиі соғады, шолу істеу қиындайды. Бесіншіден, паника шабуылы. Кенеттен қорқыныш сезімі. Жүрек жиі соғады, тыныш жетпейді. Көп әйел мұны жүрек ауруы деп ойлайды. Алтыншыдан, көңіл-күй құбылыстары. Бір сәтте көңілді, басқа сәтте мұңды. Күн сайын осындай ауысулар. Жетіншіден, шаршағыштық пен апатия. Ештеңе істегің келмейді, жоспар жасау қиын, мотивация жоқ. Қандай гормондар көңіл-күйге әсер етеді? Эстроген серотонин гормонын реттейді. Серотонин бақыт гормоны. Эстроген азайса, серотонин азаяды, депрессия пайда болады. Прогестерон тыныштандырушы әсері. Жетіспесе, мазасыздық пайда болады. Қалқанша без гормондары. Гипотиреозда депрессия жиі. Гипертиреозда мазасыздық. Кортизол стресс гормоны. Көп болса, депрессия, ұйқысыздық, мазасыздық. Көп әпке апа, мен депрессиямын деп шешеді. Психотерапевтке барады. Бірақ алдымен гормондарды тексеру керек. Көбіне депрессия гормон бұзылуынан. Гормонды қалпына келтірсе, депрессия да кетеді. Төртінші белгі – ұйқысыздық немесе ұйқының бұзылуы. Гормондар ұйқыға тікелей әсер етеді. Көп әйел ұйқы мәселесінен зардап шегеді. Қандай ұйқы бұзылулары кездеседі? Біріншіден, ұйықтай алмау. Жатасыз, бірақ ұйқы келмейді, сағаттап ойлап жатасыз. Бұл прогестерон жетіспеу немесе кортизол көп болу белгісі. Екіншіден, түнде оянып кету. Ұйықтайсыз, бірақ сағат 3-4-те ояныңыз, қайта ұйықтай алмайсыз. Кортизол көп болғанын белгісі. Сондай-ақ қандағы қанттың тұрақсыздығы. Үшіншіден, түнгі тершу, ыстық толқындар, тер жөкенді ауыстыруға тура келеді. Менопауза немесе пременопауза кезіндегі эстроген азаюы. Төртіншіден, ерте оянып кету. 5-6-да оянасыз, бұдан ұйқы жоқ. Депрессия немесе кортизол бұзылуы. Бесіншіден, шала ұйқы. Ұйықтап жатсаңызда терең ұйқы жоқ. Таңертең шаршаған тұрасыз. Гормондар мен ұйқы қалай байланысты? Прогестерон табиғи тыныштандырушы, ұйқыға көмектеседі. Эстроген, серотонин мен мелатонин ұйқы гормондары, өндіруге көмектеседі. Мелатонин нағыз ұйқы гормоны, қараңғы кезде өндіріледі. Кортизол стресс гормоны, күндіз жоғары, түнде төмен болуы керек. Бұзылса, түнде жоғары, ұйықтай алмайсыз. Жасы ұлғайған сайын мелатонин азаяды. Сондықтан жасы үлкен әпкелер аз ұйықтайды. Бұл табиғи. Бірақ егер сапасыз ұйқы болса, гормондарды тексеру керек. Бесінші белгі – тері, шаш, тырнақ мәселелері. Гормондар сыртқы келбетке әсер етеді. Көп әйел, менің терім бұрынғыдан мүлдем басқа болды дейді. Қандай мәселелер кездеседі? Термен байланысты. Біріншіден, кенеттен безеу. Жасы келген әйелде 35-40 жасында кенеттен безеу шығып жатады. Гормон бұзылуы белгісі.
әсіресе ерлік гормондардың андрогендер көбеюі. Поликистоз белгісі болуы мүмкін. Екіншіден, тері құрғауы. Эстроген азайса, тері құрғайды. Әжіндер ертерек пайда болады. Тері тургоры төмендейді. Үшіншіден, бет пен мойынның қызаруы. Кейде гормон бұзылуы белгісі, кейде қалқанша без ауруы. Төртіншіден, тері реңкі өзгеруі. Кейбір жерлерде қою дақтар пайда болуы, гормон бұзылуы белгісі. Әсіресе ерін үстінде, маңдайда. Шашпен байланысты. Біріншіден, шаш түсуі. Тарақтайтын болсаңыз, әр тарақта көп шаш қалады. Шашты жуғанда көп түседі. Қалқанша без ауруы, эстроген азаюы, темір жетіспеу, прогестерон жетіспеу себептер. Екіншіден, шаштың құрғауы, сынуы. Қалқанша без ауруы белгісі. Үшіншіден, артық шаш өсуі, бетте, шетте, кеудеде. Бұл ер гормондарының көбеюі, поликистоз белгісі. Тырнақтармен байланысты. Біріншіден, тырнақ сынуы, гормондар, темір жетіспеу. Екіншіден, тырнақтар жұқа болу. Үшіншіден, тырнақтарда көлденең сызықтар. Алтыншы белгі, жыныстық қалаудың, либидоның өзгерістері. Бұл нәзік тақырып. Көп әйел ашық айтуға ұялады, бірақ өте маңызды. Жыныстық қалау азайса, гормон бұзылуы белгісі. Қандай гормондар әсер етеді? Тестостерон, әйелдерде де. Аз мөлшерде, бірақ маңызды. Тестостерон либидоны қалыптастырады. Жасы ұлғайған сайын тестостерон азаяды, либидо да азаяды. Эстроген, жыныс мүшелерінің ылғалын реттейді. Эстроген азайса, құрғақтық пайда болады. Қатынас ауыр болады, қалау жоғалады. Прогестерон, тым көп болса, либидо төмендейді. Қалқанша без гормондары азайса, энергия жоғалады, либидо жоғалады. Кортизол, стресс, либидоны жояды. Қандай белгілерге назар аудару керек? Біріншіден, жыныстық қалаудың азаюы. Бұрын болатын, енді жоқ. Жұбайыңызға деген сезім бар, бірақ дене жұмыс істемейді. Екіншіден, қатынас кезіндегі құрғақтық. Қатынас ауыр немесе ауыр болады. Эстроген азаюы белгісі. Үшіншіден, рахат сезімінің азаюы. Бұрын алатын, енді жоқ. Төртіншіден, қатынасты болдырмауға тырысу. Себебін түсінбейсіз. Жасым келді дейсіз. Көп әпке апа осы туралы үндемейді, жасырып жүреді. Жұбайыңызбен арасында түсінбеушілік басталады. Көп отбасында осыдан мәселелер пайда болады. Шындығында бұл гормон бұзылуы, емделетін мәселе. Гинекологқа барсаңыз, гормондарыңызды тексертсеңіз, шешім табылады. Эстроген кремдер, табиғи құралдар, тамақтану өзгерістері, көп жолдар бар. Жетінші белгі, ыстық толқындар мен тершу. Бұл менопауза мен пременопаузаның негізгі белгісі. Бірақ кейде басқа гормон бұзылуларында да кездеседі. Қалай білдіреді өзін? Кенеттен өте ыстық болады. Бет, мойын, кеуде қызарады, тер шығады. Жүрек жылдам соғады. Минут өткен соң жоғалады. Содан соң кейде салқын болады, қалтырасыз. Күніне 1-2 рет болуы мүмкін. Кейбір әйелдерде күніне 20-30 рет. Түнде болатын ыстық толқындар әсіресе қиын. Ұйқыдан оянасыз. Тер жөкенді ауыстыруға тура келеді. Ұйқы бұзылады. Не себепті? Эстроген азаюы. Эстроген ми орталықтарын, температураны реттейтін орталықты тұрақтандырады. Эстроген азайса, орталық тұрақсыз. Кенеттен температура жоғарылатады. Көп әпке апа, бұл табиғи, шыдау керек деп ойлайды. Шынында шешімдер бар. Гормонды орнымен қалпына келтіру. Табиғи құралдар, соя, шалғам, фитоэстрогендер. Тамақтану өзгерістері, ащы тамақ, кофе, алкогольден бас тарту. Стрессті басу. Бәрі ыстық толқындарды азайтады. 8-ші белгі. Есту, көру, ес проблемалары. Көп әйел, бұрынғыдай емеспін, есім нашарлады, көп нәрсе ұмытамын дейді. Жасына байланысты деп ойлайды. Шынында гормон мәселесі болуы мүмкін. Қандай мәселелер? Біріншіден, ұмытшақтық. Адамдардың аттарын ұмыту, не істегеніңіз ұмыту, неге қызмет кеткеніңіз ұмыту, ми тұманы деп аталады. Екіншіден, назар тұрақсыздығы, шоғырлану қиын. Кітап оқысаңыз, мағынасын түсіну қиын. Жұмыста қателер көбейеді. Үшіншіден, ой айқынсыздығы, ойлар шашыраңқы, шешім қабылдау қиын. Төртіншіден, шаршағыштық, миша. Күн соңында ми шаршаған. Қандай гормондар миға әсер етеді? Эстроген миға қажет. Эстроген азайса, ес нашарлайды. Сондықтан менопаузадан кейінгі әпке апалар жиі ұмытшақ болады. Қалқанша без гормондары азайса, ой баяулайды.
Кортизол, стресс, есті бұзады. Жасы ұлғайған сайын ес табиғи түрде нашарлайды. Бірақ егер күрт өзгеру болса, күнделікті өмірге кедергі келтірсе, гормондарды тексеру керек. 9-шы белгі. Ас қорыту мен ішек мәселелері. Көп адам бұған назар аудармайды, бірақ гормондар ас қорытуға да әсер етеді. Қандай мәселелер? Біріншіден, іш кебуі. Етеккір алдында іш кепеді, қалыпты, бірақ үнемі болса гормон проблемасы. Екіншіден, іш қату. Жасы ұлғайған сайын ішек баяу жұмыс істейді, эстроген азаю себеп. Үшіншіден, ас қорыту проблемалары. Майлы тамақтан кейін ауырлық, лоқсу. Төртіншіден, тамаққа деген ерекше ынта. Көп жейсіз, әсіресе тәтті ұн өнімдерін. Эстроген, инсулин бұзылуы. Бесіншіден, дұрыс тамақтанудан гөрі арықтай алмайсыз. Зат алмасу бұзылған. Қалқанша без ас қорытуға әсер етеді. Гипотиреозда іш қату жиі, гипертиреозда іш өту жиі. Инсулин, қандағы қанттың бұзылуы, тым көп жеу сезімін тудырады. Кортизол, стресс, ас қорытуды бұзады. 10-шы белгі. Жүйке тозу мен жалпы әлсіздік. Бұл гормон бұзылуының жалпы белгісі. Көп әйел осыдан зардап шегеді. Қандай белгілер? Біріншіден, тұрақты шаршағыштық. Жеткілікті ұйықтасаңыз да таңертең шаршаған тұрасыз. Күн бойы әл-дәрмен жоқ. Екіншіден, бұлшық ет әлсіздігі. Бұрын оңай көтерген заттарды енді көтере алмайсыз. Баспалдақпен көтерілу қиындайды. Үшіншіден, буындар ауруы, әсіресе таңертең. Эстроген буындарды қорғайды. Эстроген азайса, буындар ауырады. Төртіншіден, бас айналу. Кенеттен басыңыз айналады. Гормон бұзылуы, қандағы қанттың тұрақсыздығы. Бесіншіден, бас аурулары, жиі. Әсіресе мигрень гормонға байланысты болуы мүмкін. Алтыншыдан, көзге қарап тұру қиындығы. Шарап немесе жасырын күю көздерінде. Қалқанша без ауруы белгісі. Жетіншіден, температураға сезімталдық. Үнемі суық немесе ыстық. Қалқанша без проблемасы. Сегізіншіден, жүрек жылдам соғу, тыныш отырғанда. Қалқанша без немесе менопауза белгісі. Тоғызыншыдан, аяқ қол қалтырауы, әсіресе саусақтар. Қалқанша без гипертиреоз болса. Оныншыдан, су жинау, ісіну. Бет, аяқ қол ісінеді. Гормон бұзылуы белгісі. Барлық осы белгілер бір-бірімен бөліксіз. Олар гормон бұзылуының сипатын көрсетеді. Енді мен сіздерге кейбір нақты ауруларды атап өтейін. Гормон бұзылуы жалпы атау. Артында нақты аурулар бар. Біріншіден, гипотиреоз. Қалқанша без жайлап жұмыс істеуі. Шаршағыштық, салмақ көбеюі, шаш түсу, тері құрғауы, депрессия, ұйқы көп қажеттігі. Екіншіден, гипертиреоз. Қалқанша без тым белсенді, салмақ азаюы, жүрек жиі-жиі соғуы, мазасыздық, ұйқысыздық, көздер шығып тұру. Үшіншіден, поликистоз. Аналық бездерде көп кисталар, етеккір бұзылуы, артық шаш өсуі, безеу, артық салмақ, бедеулік. Төртіншіден, инсулинге қарсылық, қандағы қант реттелмеу, артық салмақ әсіресе іш аумағында, шашағыштық, тәттіге деген ынта. Бесіншіден, бүйрек үсті бездерінің шаршауы, кортизол бұзылуы, тұрақты стресс кезінде болады, жалпы әлсіздік, ұйқы бұзылуы, тұзды тағамға деген ынта. Алтыншыдан, эстрогеннің көп болуы, кеуде ауруы, етеккір күшті болуы, миома, эндометриоз даму қаупі. Жетіншіден, эстрогеннің аз болуы, менопауза немесе ерте менопауза. Ыстық толқындар, құрғақтық, ұйқы бұзылуы. Сегізіншіден, прогестерон жетіспеу, етеккір алдындағы синдром, мазасыздық, ұйқысыздық, ауыр етеккір. Тоғызыншыдан, пролактиннің көбеюі, етеккір тоқталы, кеудеден сұйықтық, бедеулік. Оныншыдан, тестостеронның төмендеуі. Әйелдерде либидо жоқ, шаршағыштық, бұлшық ет әлсіздігі. Көп әпке апа осы видеоны көріп ойлайды. Менде осы белгілердің бірнешеуі бар. Алаңдамаңыз. Көп белгілер бір-бірімен ұқсас. Дәл диагнозды тек дәрігер қояды, анализ нәтижелерімен. Енді мен сіздерге не істеу керектігін айтайын. Бірінші, гинекологқа баруыңыз керек. Не дәрігерге? Көп клиникада әйел эндокринологтар бар. Олар гормон мамандары. Олар бәрінен жақсы көмектеседі. Екінші, анализ тапсырыңыз. Қандай анализдер? ТТГ, қалқанша без гормоны. Әр әйелге міндетті. Т3 және Т4 еркін, қалқанша без гормондары.
ФЦГ және ЛГ аналық без гормондары. Эстрадиол негізгі эстроген. Прогестерон циклдың екінші жартысында. Пролактин гипофиз гормоны. Тестостерон әйелдерде де керек. ДГЭАЦ бүйрек үсті безінің гормоны. Кортизол стресс гормоны. Инсулин және қандағы қант. Гормондарды тапсыру күнін гинеколог немесе эндокринолог айтады. Себебі циклдың қай күнде тапсыру керек гормонға байланысты. Үшінші, өмір салтын өзгертіңіз. Гормондарды табиғи жолмен қолдау керек. Қалай? Тамақтану. Жасанды ингредиенттерден, тез дайын тамақтан, көп қанттан бас тарту. Жасыл көкөніс, балық, жұмыртқа, жаңғақ, фитоэстрогендер бар тағамдар. Соя, тұққабат, лен дәні жеу. Қозғалыс. Күн сайын кем дегенде жарты сағат жаяу жүру. Жеңіл жаттығулар. Кегел жаттығуы. Ұйқы. Күніне 7-8 сағат. Сағат 11-12-ге дейін жату. Стрессті басу. Намаз, дуа, табиғат, медитация. Стресс гормондардың ең үлкен жауы. Темекіні тастау, алкогольді азайту, артық салмақты жою, іш майы гормонды бұзады. Төртінші, дәрігер қажет деп тапса, гормонды орнымен қалпына келтіру. Қазір бұл өте дамыған, көп жолдар бар, қорықпаңыз, дәрігердің кеңесімен қауіпсіз. Бесінші, табиғи құралдар. Фитоэстрогендер бар өсімдіктер қызыл шалғам, соя, сицерм. Витамин D, магний, омега-3. Бірақта өздігіңізбен ішпеңіз, дәрігермен кеңесіңіз. Алтыншы, гормондарға дос тағамдарды жеу. Авокадо, зәйтін майы, балық, жұмыртқа, жаңғақ, тұқымдар, фитоэстрогендер бар тағамдар, ферментацияланған тағамдар, айран, кефир, сүзбе, көкөніс, жеміс. Жетінші, гормондарға жау тағамдардан бас тарту. Қант, ағын, тез дайын тамақ, көп кофе, алкоголь, тұз көп тағамдар. Енді мен сіздерге өмірлік мысал айтайын. Бір апа келді, 49 жасында. Шағымдары шаршағыштық, көңіл-күй түсу, ұйқысыздық, салмақ көбеюі, ыстық толқындар. Менопауза басталды ма деп сұрады. Анализ тапсырдық, гормондарды тексердік. Эстрадиол төмен, пременопауза белгісі. Бірақ ТТГ-де көтерілген, қалқанша безде баяу жұмыс істейді. Екі мәселе бір уақытта. Көп әйелге солай болады. Жасы ұлғайған сайын бір емес, бірнеше мәселе пайда болады. Емдеуді бастадық. Қалқанша без дәрі, эстроген кремі, тамақтану өзгерістері, жаяу жүру, магний, омега-3. 3 ай өткен соң басқа әйел. Энергия қайтқан, көңіл-күй көтерілген, ұйқы тыныш, салмақ түсе бастаған. Ыстық толқындар азайған. Бұрын болмаған дәрмен өзімді сезіндім. Өмір қайтып келді деді. Бұл кепілдік емес, әр әйел бөлек. Бірақ көп жағдайда гормондарды қалпына келтірсе, өмір қайтады. Енді кейбір жиі қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Гормонды қалпына келтірудің зияны бар ма? Дұрыс жасалса, жоқ, бірақ міндетті түрде дәрігердің бақылауымен. Өздігіңізбен қауіпті, әсіресе сүт безі, қатерлі ісігі бар немесе болған әйелдерге мұқият. Менің анамда сүт безі қатерлі ісігі болған. Гормон ішуге болады ма? Бұл мәселе гинеколог пен онколог бірге шешеді. Кейде болады, кейде болмайды. Жекелей жағдай. Гормонды қалпына келтіруден семіреді ме? Көп әйелде дұрыс таңдалған гормон салмақты түсірмейді емес, керісінше қалыпқа келтіреді. Себебі гормон бұзылуы салмақты бұзады. Табиғи жолмен қалпына келтіруге болады ма? Жеңіл жағдайларда қатты бұзылса, табиғи құралдар жеткіліксіз. Бірақ оларды дәрі-дәрмекпен қатар қолдануға болады. Жасы 60-70, гормонды қалпына келтіру керек пе? Жасы үлкен әпкелерге мұқият, гормон ішу қаупі бар. Бірақ кейбір симптомдар, ыстық толқындар, ұйқысыздық, аз гормонмен жеңіл болуы мүмкін, дәрігер шешеді. Жұбайымен жыныстық қатынас қиын, гормон көмектесе ме? Көп жағдайда. Эстроген кремдері гормон қалпына келтіру қиын қыстау кетеді. Қатынас рахатқа қайта оралады. Енді бұл видеоны қорытындылайын. Біз 10 негізгі белгіні талдадық. Біріншіден, етеккір циклдың бұзылуы. Екіншіден, салмақ өзгерістері. Үшіншіден, көңіл-күй өзгерістері. Төртіншіден, ұйқысыздық немесе ұйқының бұзылуы. Бесіншіден,
тері, шаш, тырнақ мәселелері. 6-дан жыныстық қалаудың өзгерістері. 7-ден ыстық толқындар мен тершу. 8-ден есту, көру, ес проблемалары. 9-дан ас қорыту мен ішек мәселелері. 10-дан жүйке тозу мен жалпы әлсіздік. Осы белгілердің бірнешеуі сізде бар болса, гинекологқа немесе эндокринологқа барыңыз. Гормон анализдерін тапсырыңыз, себебін табыңыз. Емдеуді бастаңыз. Бір нәрсе анық, гормон бұзылуын елемеуге болмайды. Уақыт өткен сайын нашарлайды, көп ауруларға келеді. Депрессия, жүрек ауруы, диабет, қатерлі ісік қаупі өседі. Сондықтан әрекет етіңіз. Тек тыңдаудан гөрі істеу маңызды. Бүгін немесе ертең клиникаға жазылыңыз, анализ тапсырыңыз, дәрігерге барыңыз. Жасы үлкен ата-аналарыңызды да ойлаңыздар. Олар көп жасырын зардап шегіп жатыр. Бұл жасыма байланысты дейді. Шынында гормон бұзылуы. Сіздің қамқорлығыңыз олардың денсаулығы. Жас қыздарыңызды үйретіңіздер. Етеккір бұзылса, көңіл-күй құбылса, безеу шықса, бұл табиғи емес. Дәрігерге бару керек. Жасынан гормондарды қадағалау керек. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін зор рахмет. Сіз бүгін көп білім алдыңыз. Гормондар туралы. Олардың сізде қалай әсер ететіні туралы. Қалай тануға болатыны туралы. Маңыздысы әрекет ету. Білім жалғыз пайдасыз. Қазір бұл видеоны көрген соң өзіңізге уәде беріңіз. Бір апта ішінде дәрігерге жазыласыз. Бір ай ішінде анализ тапсырасыз. 3 ай ішінде өмір салтыңызды өзгертесіз. Бұл өз денсаулығыңызға беретін ең үлкен сыйлық. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Мен сіздерге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыздар, өз тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздің сөзіңіз басқа әпке-апаларға көмек болуы мүмкін. Әпке-апаларымызға, аналарымызға, қыздарымызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл әр әйелге қажет ақпарат. Сіздің жіберген видеоңыз көп әйелдің өмірін өзгерте алады. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын. Отбасыңыз тыныш болсын, гормондарыңыз тепе-теңдікте болсын, көңіл-күйіңіз көтеріңкі болсын. Алла тағала барлығымызға, әсіресе апа-әпкелерімізге жақсы денсаулық, ұзақ өмір, бақыт бере көрсін. Әр әйел сау болсын, әр отбасы сау болсын. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Гүлназ дәрігер. Қайта кездескенше.